Ол сынақ басталып, мен мына Құлсарыға жүргелі, келгелі бері ең көп естіген сөзім, мынау біз біргеміз деген әннің көзін құрды көріп деген сөз. Мынау қиын заманда Демал Мамбайтықпалында деген әннің түбіне жетейік, құртайық, бұдан былай жаңағы тізімнен алып тастайық деп жатыр ғой. Сол әннің авторы шынымен мен жазған едім. Бірақ енді халықтан кешірім сұраймын біріншіден. Екіншіден жалпы бұл әннен басқа да былай себептерді қарастырып көрсеңіздер қалай болады деген ұсыныс бар сіздерге. Бірақ енді осы әннің артынан тағы да бір жақсы, мағыналы, елге пайдалы, елдің рухын көтеретін бір ән жазсам ба, әннің сөзін жазсам ба деген ниет бар. Сондай ән айтамын дейтін мықты әншілер болса хабарласыңыздар. Қалай қарайсыздар? Қандай ән жазу керек? Не туралы жазу керек деп? Соны десеңдер, міне Жандарбек аға ұсыныс жасап жатыр. Жан сырым болып айтайық деп жатыр міне. Астына жазыңыздар қалайсыздар? Бірақ сен әндерін болмайды. 2019-да жазып, ковид болды, бір бәлесі, қаңтар болды. Скоро елдің әнұраны болып кететін ба бұл өзі? Айттым ғой. Керек жоқ. Ел қандай, ән сондай, сіздер әннен соң көріп жазып отқан адамның не дұрыс емес па? Мен ән жазамын, мен тағдыр жазбаймын ағай. Жазып отқан адамның пейілі дұрыс болмағаннан кейін, оны айтып жүрген адамдар өмірде сондай болып кетеді екен ғой. Қиын-қыстау қилы заман деп Қазақстанда футболдың жеңіл болса да соны қойып жатады. Есеп 7-0 не болды? Сырымның өлеңі кетіп отыр. Не болды ана жерде суға бар? Кілең ұрыс дау-дамай. Мінекей, досың осындай болса дұшпанның керегі жоқ деген. Досың осындай болса ән тыңдамау керек деді. Біргеміз деген ән жазып алған енді бөлек деген ән жазамыз ба? Не істейміз енді? Бөлек, бірақ нормально жүрек деп жазуға болады ғой. Сонда адамдар өзі бөлек кетеді ғой, не бұл? Бопты, қойдым.